Hazır mıyız? Erkin Boğan'a söz verin. Erkin Boğan bari sizlerin soraklarınızı ayıp versin. Sodan keyin men cevap vereyim. Geldik mi? Onda Erkin Boğan'a söz verin. Al endi xalqim, Zaysan xalqi, azamатlar, осы мәселені енді кеше қозғап бастадым. Халқыма рахмет, мынау бейжай қарамағандарыңызға. Сондықтан мынау менің ең бірінші Даниял Кенжетаевқа қоятын сұрағым, жаңа тұшымды жауап ала алмадым. Сіз де агрессияға беріліп кеттіңіз бе білмеймін, мені қолымнан жұлқыладыңыз. Неге құлай айтып тұрсыз деп. Енді оның бәрі видеоға түсіп тұр. Ең бірінші мәселе менің сізге қоятыным халықтың арасында. Сіз нағыз ауданның, облыстың билігін басқарып отырған, мемлекеттің саясатын жүргізетін азамат екеніңізге білеміз. Енді қараңыздар, сіз мен мына талапты қоямын. Менің басымды кесіп алмайды, тіл кеспек, бас кеспек болса да тіл кеспек жоқ. Сіз қандай талап, қандай шара қолдандыңыз? Зайсан ауданының әкімі түнгі сағат 9:30-ға дейін халық осындайға дейін жеткенше сартерекке ләмеймін деп бір азамат берген жоқ. Сіз халықтың арасынан міне сіз нағыз азамат екендеріңізді осы халықтың талабын тыңдайтын болсаңыздар, ауданның ішкі саясаты, ауданның халқының арасында ешқандай шара қолданбайтын болса, кеше мен де жата берер едім. Халқымнан деймін. Бірақ мен азаматтық арым ретінде сол сартеректің халқына барып жатырмыздар. Сартеректің халқы төсекті сүйреп далаға лақтырамыз деді. Сол кезде мен халыққа айттым, мынау заңсыз халқым, төсекті далаға сүйремеңдер сендер. Бұл осылай болатын нәрсе. Сондықтан бұл жерде сабыр сақталу керек. Бірінші мәселе, сіз қандай аудан әкіміне қандай шара қолданасыз? Кешегі айналақтағы әйелдердің айтты, қазір айналақтың әйелдері болса айтады, мәшинеге кіріп бара жатқанда аман шақыру керек мыналарға деп. Не масқара қандай шара қолданасыз? Бізге мынандай халықпен араласып, бізге мен алдында сізге сотта айттым, жағдай ушығып барады. Даниял Кенжетаев, мынандай басшымен қалай жұмыс істейсіз? Міне осыған жетті. Енді халықтың талабы, халықтың талабы осындайға жеткізгеннен кейін, халықтың бірінші Зайсан ауданының халқының талабы Майқапшағай кеден бекеті жабылсын, дұрыс па? Екінші талабы, ол жерден бірде бір адам өткізеді. Алып кетеміз десеңіздер, сол жерден самолетке отырғызыңыздар да Алматыға алып кетіңіздер. Бірақ Алматының халқы да бұған қарсы болады ертең. Астанада қалсын. Екінші мәселе, міне екінші халықтың жаңағы талабы. Екінші халықтың талабы, бізге 30 жыл осы жолмен жүрдік. Мына Қытайдың азаматтарын түгелін осы қазір халықтың көзінше мына жерден алып, отырғызып, алып кетті. Біз мына халықтың мәселесі. Коронавирус қашан Қытайда бітеді, әлемге дәлелденеді, біткеннен кейін пожалуйста келісінде жолын салсын. Оғанға дейін халыққа осындай талап. Одан кейін бізге мына тұрған халықтың бәрі мына жол құрылысында мына Қытайдың істеген жұмысын мына халық істей алады. Енді мына халықтың алдында мен сізге өз басым, міне Серік Қасымбеков тұрып бетіне қарап тура айта аламын. Мен осы мәселені осындайға ушықтырған үшін сіз мемлекет тарапынан, президенттің тарапынан кеше 150-115 адам Зайсан айналаққа қол қойды, арыз жазылды. Шара қолдануды талап етеміз біз.